Қанша күтім жасағаныңызбен шаш жиі түседі. Адамның басынан күніне 50-100 тал шаштың түсуі қалыпты жағдай саналады. Бірақ одан да көп түсетін кездер болады. Әсіресе босанғаннан кейін әйел адамдардың шашы жиі түсе бастайды. Маманның айтуынша, шаштың түсуі сыртқы факторлардан және адамның ішкі органдарының жұмысының әлсіздігінен болады. Ғылымда шаштың түсуін алопеция деп атайды. Дұрыс әрі уақытылы тамақтанбау, шаш күтіміне мән бермеу, жиі күйзелу шаштың түсуі әсер етеді. Сонымен бірге өт жолдары мен асқазан жұмысының бұзылуы, эндокрин аурулары мен қандағы темір деңгейінің жеткіліксіздігі, гормон ауытқушылығы салдарынан да шаш түседі. Сонымен қатар шаштың түсуі тұқым қуалайды. Жиі түсетін шашты емдемес бұрын алдымен түбін қатайтатын шаралар жүргізу керек. Шашы тым сирек түскен адамдар өздігінен ем қабылдамағаны дұрыс. Шашы көп түсіп, сиреп кеткен адамдар әуелі маман кеңесіне жүгініп, олар ұсынған арнайы сусабындарды пайдаланғаны абзал. Ол сусабындардың құрамында шаштың қатаюына әсер ететін дәрумендер болады. Ал үй жағдайында түймедақ, аллойы, қалақай, жалбыз шөптерін қайнатып, суын тұндырып, шашты сонымен жуу керек. Ол шаштың түсуін тежейді. Сонымен қатар 1-2 ай бойы аптасына 1 рет шаш түбін спиртпен немесе майсана майымен, яғни касторовый масломен сүртсе, 1-2 ай өткен соң шаш түбі қатая бастайды. Шаштың түсіп сиреуі көбінесе шашты дұрыс күте білмеуден және күнделікті ішіп жейтін тағамдарға мән бермеуден болады. Мысалы, дәрумен көп тұтынғаннан да шаш жиі түседі. Шашқа кем дегенде аптасына 1 рет күтім жасап отыру керек. Шаш кептіруге бұйралау немесе тіктеген арналған құралдарды қолдануға азайту керек. Бұған қоса шашты күнде жумаған дұрыс. Ол шаштың әлсіреуі мен тез майлануына себеп болады. Ағзаға темір жетіспеушілігінен шаш жиі түсетінін ескерсек, шай, кофе, газдалған сусындарды ішуді де тыйған дұрыс. Өйткені мұндай сусындар темірдің ағзаға сіңуіне кедергі келтіреді. Егер шаш маңдайдан бастап түсетін болса, тәттіні, шырындарды, сүтті, спиртті ішімдіктерді ішуді азайту қажет. Қандай жағдай болмасын, шаштың түсуіне күресу барысында косметикалық рәсімдерді тек арнайы медициналық дәрі-дәрмекпен және мамандардың бақылауымен жасау керек. Шаштың түсуі сонымен бірге жүректің жұмысында да кінәрат болғандықтың белгісі. Егер де шаш төбеден түсе бастаса, малдан алынатын өнімдерді тұтынуды азайтқан дұрыс. Шаштың түсуі оның құрамындағы бояғыш зат меланин пигментінің мөлшерінен де тәуелді. Қара торы адамдардың шашында пигмент көп болады. Қоңыр сары шаштыларда пигмент аздау. Аққұба сары шаштыларда пигмент тіпті аз. Егер де шашты темірлі пигмент көп болса, онда ол жирен түсті болады. Сонымен бірге шаштың түсуі тұқым қуалайды. Адамның өмір бойы шашы түсіп, түлеп, орнына жаңа шаштар шығып отырады. Шаштың толық түліп, жаңа шашпен ауысып отыруына 1 айдан 3-4 жылға дейін уақыт керек. Дені сау адамның шашы айына 1 сантиметр өседі. Ал денедегі түктер қас пен кірпіктің өсу өте баяу. Адам шаршаса да шашы қуаң тартады, өңсізденіп түседі. Ағзадағы зат алмасу бұзылса, түрлі дәрумендер, микроэлементтер, минералды заттар жетіспесе, іш құрылысында созылмалы сырқат пайда болып, денсаулық нашарлап, шаш біршама өзгереді. Жасы ұлғайған адамның шашының ағаруы табиғи құбылыс. 35-40 жас аралығында шашқа ақ түссе, ол физиологиялық қалыпты өзгеріс болып саналады. Шаштың түсіп сиреуі көбінесе шашты дұрыс күте білмеуден де болады. Шашты үнемі ыстық немесе суық сумен жуу, ыстықта кептіру, кез келген бояумен бояу
бояуда шаштың құрғап жиі түсуіне келіп соқтырады. Екінші жағдай шаш түспесін деп қолданатын тұнбалар. Ошаған түбірін майдалап турап, оның 10-15 грамын 0,5 литр суға салып, 5 минут қайнатып алады. Содан соң сүзіп салқындатып, шаштың түбін аптасына 2-3 рет сүртіп отырады. Бірдей мөлшердегі настурция мен қалақай өсімдіктерін 60% спирт ерітіндісіне салып 10 күн қояды. Соңынан сүзіп таза ыдысқа құйып алады. Онымен 15 күн бойы шаштың түбін күн сайын сүртеді. Аққайың жапырағынан бір ас қасығын 20-30 минут қайнатып, суға салып, 2 сағаттай тұндырып қояды да сүзеді. Тұндырманы шашты жуған сайын басты сүртуге пайдаланады. Достар, міне шашты түспес үшін осындай емдік қасиеттерді ұсындық. Мен сіздерден подписаться бөліміндегі батырманы басып, лайк күтетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.